Кешар қымбатты қалайық, қымбатты қазақ мінезі каналының көрермендері. Сіздерге бүгін бір әңгімені айтып берейін деп отырмын. Қазақ мінезі каналына жазылыңыздар, видеолар ұнаса лайк басыңыздар, бөлісіңіздер, таратыңыздар. 1960 жылы Түркияның Елазық деген қаласындағы жындыхана болған екен. Сол жындыханадан барлығы 423 сол жерде жатқан жындылар ғой, жаңа жындыханада тәрбиеленіп жатқан қызметкерлердің салғырттығынан болып қашып кетті дейді. Қалаға тарап кетті, шашылып. Елазық қаласына. Сосын қала деген азан-қазан, у-шу, орысша айтқанда паника болған ғой, не істейміз деп. Сол кезде жаңағы дәрігерлерге, бас дәрігерге келіп айтыпты, енді не істесек болады, қайтып жинап аламыз мына қалың ауру науқастарды деп. Сосын айтыпты бас дәрігер, менің қолыма бір сырнай беріңдер, барлықтарың менің артымнан ұстаңдар, паровоз сияқты былай артымнан жалғасып, етегімнен. Сосын еріңдер маған деп, қолына сырнайды алып, сырнайды тартып, паровоздың дауысын салып, жаңағы бақ-бұқ деп паровоз болып, Ерастың көшесін аралап кетті дейді, артында жаңағы дәрігерлер бар, шұбырған. Содан көшеден ана уыс-тесіктен бір жынды, мынадан бір жынды қосылып, паровоздың артына вагон болып тіркеліп, бүкіл жынды қосылды дейді. Сөйтіп айналып, бүкіл қаланы айналып шарлап, жындыханаға қайтып келіп, жинап алыпты жындыларды. Құда да тыныш деген сияқты бәрі де риза дейді дәрігерлер. Содан кеп жаңағы жындыларды санаса 423 емес, барлығы вагон болып тіркелген жындылар 612 жынды болып тіркеліп кетті дейді. Көрдіңіздер ме қызықты? Енді бұл тәмсілден шығатын ой, Абайдың сөзімен қорытындылаймыз бұл ойды. Абай айтады, көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның деп, иә. Көпке еріп, көп қайда бұрылса соған барып, көп не сөйлесе соның сөзін сөйлеп отыратын, ол надан адамның өзінің пікірі жоқ, ойы жоқ. Надан адамның ол ісі сондай болады. Көп айтса көнді, жұрт айтса болды деп отыр. Абай қандай әдемі айтып отыр. Сосын Абайдың Масқұт деген дастанында шығады, осыдағы жынды деп өңкей жынды бізді қуған, бізде ішпейсек болмайды жынды судан деп келеді жері. Абайдың Масқұт дастанын оқуға кеңес беремін, сол кезде түсінесіздер, осы айтып отырған. Енді бұған шығатын қорытынды жалпы мен әлеуметтік желіден де байқаймын, нәрсенің ақ қарасына бармай, науқаншылдыққа салынып, біреу ойбай сондай екен деп жазса, жеңіл сөз, жел сөз беріп, өсектің артына тағылып, жаңағы вагон болып ілесіп кете беретін бізде өкінішке орай ағайындар аз емес, көп, өте көп. Сондықтан кез келген адам сабыр қылып, қандай бір өсек болса да, сөз болса да, артын бағып, көрінгенге тас ата жөнелмей, тілдей жөнелмей, ақ қарасына жетуге енді бір ақыл берілген ғой адамға, ақ пен қараны айыратындай. Сөйтіп іс қылатын болса, біздің қазаққа бір жақсы мінез болушы еді. Мен енді қазақты сынайын деп отырғаным жоқ, өзім қазақты жақсы көремін. Қазақтың мінез туралы болып жатқаннан кейін, қазіргі бұрынғы қазақты енді бар деп айта алмаймын, бұрынғы өмір сүріп көргенім жоқ, бірақ естігенім жоқ енді көп. Ондай жаман мінез болды. Абайдың заманынан бұрынғы қазақтарды айтамын, Абайдың заманында болған болып тұр. Дәріс кезде болды ғой, жоқ деп айта алмаймыз ғой. Бірақ әйтеуір өзіміз өмір сүрген осы бір заманда сондай мінезді күнде көріп жатырмыз. Алысқан, жұлысқан, Абай айтпақшы, айтыстық, тартыстық дейді ғой, сондай көп келген адамдар. Сондықтан істің ақ қарасын айырмай, дабырағып, осы сөзге ергендік қояйық ағайын. Сіздермен болған Нұрдәулет Есахасы, қазақ мінезі. Каналға жазылыңыздар, видео ұнаса лайк басыңыздар, таратыңыздар.